Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Аружан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше, өте дәмді, қазіргі уақытта TikTokта тренд болып жатқан ерекше рецептімен бөлісетін боламын. Өте тез, өте дәмді, өте керемет болып шығатын, құрамы да үйде бар заттармен жасалынады. Үйде де жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге рецепт ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарып салып алатын боламыз, және оны миксер немесе венчиктің көмегімен көпіргенше араластырып алатын боламыз. Қантымыз ерілгенше дейін жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Бөлме температурасында ерітіліп тұрған сұйық майымызды салатын боламыз. Және де күнбағыс майын қолдануға да болады. Ұн мен қопсытқышымызды қамырымызға салып аламыз. Ұнды салғанда бөліп салыңыздар. Қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды бос ыдысқа, жеке ыдысқа бөліп аламыз. 2-3 қасық немесе одан да 4-5 қасық құйып алсаңыздар болады. Оның үстінен пищевой краситель, менде топ декордың красителі, және сіздерде сухой краситель қоссаңыздар болады. Және де какаоның көмегімен жасасаңыздар да болады. Красителімізді 1-2 тамшы ыдысымызға салсаңыздар жеткілікті. 1-2 тамшы жеткілікті, жақсылап араластырып аламыз. Және пирогымыздың қамырын арнайы формамызға құямыз. Менде форманың диаметрі 24. Кішкентай ас қасықтың көмегімен дөңгелектер жасап шықтым. Видеода көрсетілгендей таяқшаның көмегімен жүрекшелер жасап шығамыз. Пирогымыз осындай әдемі болып шығады. 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минуттай пісірдім. Пісіргенде міндетті түрде ағаш таяқшаларымен тексеріп алыңыздар. Ағаш таяқша құрғақ болып шығуы керек. Жүрекше пирогты барлықтарыңызға дайындауға кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына толықтай сенімдімін. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Аружан. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыздар лайк қойып, комментарийға тіркеліп қойыңыздар. Әлі де рецепттер болады.